Грегор Мендель өз зерттеулерін қалай бастады? Мендель 1822 жылы дүниеге келген. 1843 жылы Брюннейдегі, қазіргі Чехияның Брно қаласы. Августин монастырына түсіп, діни қызметкерлікті қабылдады. Кейінірек ол Венаға барып, университетте 2 жыл жаратылыстану тарихы мен математиканы оқып, 1853 жылы монастырға оралды. Мендель қол жеткізген табыстар кәдімгі бұршақты сәтті таңдауына байланысты. Ол бұршақтың басқа түрлерімен салыстырғанда бұл түрдің бірқатар артықшылықтары бар екеніне сенімді болды. Бірінші артықшылық, оның бірқатар белгілері нақты ажыратылатын көптеген сорттары бар. Екінші, өсімдіктерді өсіру оңай. Үшінші, өсімдік өздігінен тозаңдану үшін көбею мүшелері толығымен жапырақшалармен жабылған. Сондықтан барлық сорттар тазалықта көбейеді. Яғни, ұрпақтан ұрпаққа олардың белгілері өзгеріссіз беріледі. Және төртінші артықшылық, ол жасанды жолмен айқас тозаңдандыруға болады. Мендель бұршақтың 34 сортының ішінен бірқатар сипаттамалары бойынша айқын айырмашылықтары бар 22 сортты таңдап алып, оларды өз тәжірибесінде пайдаланды. Мендельді бұршақтағы 7 негізгі белгі қызықтырды. Бірінші, сабақтың биіктігі. Екінші, тұқымның пішіні. Үшінші, тұқымдардың түсі. Төртінші, жеміс пішіні. Бесінші, жеміс түсі. Алтыншы, гүлдердің орналасуы. Және жетінші, гүлдердің түсі.